Күлеш қызымен саваннада өмір сүретін жануарларды зерттейік. Саванна дегеніміз не? Ол шөл дала мен аз ғана орманның араласқан жері. Ол жерде аласа ағаштар мен кішкентай бұтақтар өседі. Саваннада қандай жануарлар өмір сүреді? Жолақ жылқы. Олар шөппен қоректенеді. Қарақұйрық немесе газель. Олар да тез жүгіреді. Олар да шөп жейді. Гепард, жыртқыш аңдар, қарақұйрық, жолақ жылқыларға шабуылдайды. Керік ең ұзын жануар. Олар да шөп жеп өседі. Жабайы қабан. Олар да шөп жеп өседі. Түйеқұс. Аяқтары ұзын болғандықтан тез жүгіретін құстар болып саналынады. Антилопа. Олар да шөп жеп өседі. Қолтырауын өте қауіпті жануар. Суда өмір сүреді. Мүйіз тұмсық. Шөп жеп өсетін жануарлар. Сиыр. Суда өмір сүреді, көбінесе суда жатады. Аң патшасы арыстан. Жыртқыш аң болып саналынады. Піл. Жердің бетіндегі ең үлкен жануар. Жарайсың балақай, бүгінге осы. Каналыма жазылып, подписаться батырмасын басыңдар.